жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адамның оңында ойла, соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім, мұңмен жалғыз алыстым, кінә қойма, деп Абай өзі айтқандай, тарауда деген Абай жолының 6-шы тарауында, бұл жерде Балқыбек ауылында арыз шағым көп түскендіктен Носовскийдің өзі сол ауылға келеді. Және атақты ақын Көкбай ақынның үстіне де жер дауы мәселесіне байланысты арыз түскендіктен Абайдың өзі бұл істі қарап, кімнің дұрыс, кімнің жалған айтқанын өзі тексеріп, басы қасында жүріп, Көкбайды ақтап алады. Сондай-ақ сол Көкбайдың атынан Абай ең алғашқы өзінің өлеңдерін Көкбайдың атынан жариялап, ақыр соңында Мұхтар Әуезовке Көкбайдың өзі Абай туралы мәлімет беріп, ең соңында өзі де естеліктер жазған. Ал енді Абай сонымен бірге Дәркембайдың 30 қаралы малын қайтарғызады, Салиха мен Баймағамбеттің мәселесінде дауыл мәселесін өзі шешіп, ел арасында Абай адам екен, азамат екен, нағыз шыншыл тура адам екен деген сөз тарайды. Ертесіне бүкіл тобықты, уақ, керей, сыбан бастаған болыстардың екі дуанды съезд болады. Сол съезде барлығы да болыстыққа, төрегейлікке үміткер болады. Бірақ Абай сол ішінде өзінің туысқандарын қоймай, халықтан шыққан Асылбекті төрегейлікке тағайындайды. Осы арқылы қалың елдің арасында Абайдың турашылдығы жөнінде аңыздан аңызға тарай бастайды. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu Ehad, Allahu Samad, Lam Yalid wa lam İhlas özünün şakası olursan, ben sana ne diyeyim? Өлсем, орным қара жерсіз болмай ма? Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббат, ғадауатпен майдандасқан, қайран мен жүрегіміз болмай ма? Абай жолының 2-ші томының 1-ші тарауында ауылдың күнделікті күнкөрісі сипатталады. Құнанбайдың қартаюы туралы айтылады. Сол кезде сол жердегі халық әділет іздеп Абайға келеді. Абайдың әділдік жолындағы күресі оның ел ішіндегі билігінің жоғарылауы туралы сипатталынады. Ал 2-ші томына келетін болсақ, ол жерде Абайдың Әйгерімге деген махаббаты, оның ақынның өнері туралы, оның шәкірттерін тәрбиелеп, сол кездегі ескі ойлар мен жаңа ойлардың арасындағы қақтығыстары туралы айтылады. 3-ші тарауда Базаралының тағдыры сипатталады. Ол әділетсіз аймен айдауға кетеді. Халық оны сағынады, ал Абай оның ерлігі мен ары үшін құрметпен қарайды. Абай жолы романының 2-ші томында жалпы Абайдың халық үшін күресі, кейбір болған қақтығыстар және Абайдың ойшыл түрде өсуі туралы айтылады. Ең бірінші айтатын болсақ, Абай өзінің халық арасында биліктегі ең қиын әділетсіздіктің орын алуын түсінеді. Солайша халықтың ауыр мұңына тереңдей түседі. Кейіннен Абай қайғылы оқиғалар орын алады. Құнанбай әулетінде қайғылы оқиғалар, рулар арасындағы текетірестер де өте көп орын алып қойылана бастайды. Сонымен қатар 6-шы бөлімінде бізде Абай өзінің қасындағыларға қалқаман мамыр жырын айтып беріп, оларға өте үлкен өсиеттер, өнерге, тарихқа деген өте керемет өсиеттерін айтады. Абай жолы романы 2-ші том. Абай жолы романының 2-ші томына біз Абайдың кемеліне жетіп, ақыл есін тоқтатып, махаббат жолында шайқасымен өзінің болыстыққа дейін көтерілген жолын көреміз. Абай жолы романында біз өзінің ақын ретінде және де ағартушы ретінде көрсетіп, болыстардың арасында өзінің танымалдылығын арттырып, тіпті көсте қыздар қызғанышпен қарайтын болыстарында барын көрсетеді. Және де мұның екі әйелдің арасындағы оқиғаларын да бейнелейді.
абайдың өзінің әйеліне деген сүйіспеншілігі де ашық көрсетеді. Абай жолы романының екінші томында біз абайдың өзінің әрекетімен қалай ағартушы, ақын, білікті маман болғанын және де ел ішіндегі білікті ақын болғанын айқын көре аламыз. Абайдың тарауына келетін болсақ, абай тарауында абайдың тұрмыс салты, құнанбайдың қартаюы баяндалады. Ең ішінде дау-дамайлар көбейіп, абайға әділдік сұрап келетіндердің саны көбейеді. Және де әйгерімге деген махаббаты баяндалады, өнерлілігі суреттеледі. Абай ешкімнің бетіне қарамай келбетті, ойшыл қара жүзін жоғары көтеріңкіреп сөйлеп отыр. Қазақ деген халықтың соры көп халық қой. Санап бітіргісіз, жоқшылығы мұңы көп. Сол сорының бірі өзі билеп отырған өңшең зор емес пе? Атқа мінері, болысы, бетпен биі, ханмен төресі емес пе? Ойда ұлық қорласа, аяздай боп, әкім қызса, үйден үрген итке ұқсаған ел ішінен парақор, бәлемқор, сан алған мансапқорлары шығады. Абайдың сөзі бұлыстардың барлығына қамшымен қақ бастан қас қайта тартқандай ауыр соққы болды. Бұны түсінбей қалған болыс болған жоқ. Асырдың жамандасуға айла кез, сыртынды болғанымен, мынандай үлкен әділқазының алдында ашық шындыққа бара алмайтын әкімдер томсырап үндемей қалды. Көбісі сызданып, қабақпен өкпе көрсетіп, тым тырысып отыр.